сүйек пен терге ілініп лағаған арық ма фигурын сақтаған әпеке сіңілдер бар ғой, шөгай, белогы толық, міне, көрдіңіздер ма? Нақ 1 метр шығады я қалқым. Осындай қыздар киесіздер жағасын былай киюіңізге де болады, мен айтып берейін. Адам денесінде белок толық болады екен, адам семірмейді, мен сіздерге айтайын. Белок толық болса, сіздің денеңіз семіру былай қалсын, ауруға қарсы иммунит күшіңіз артады. Шашыңызден тартып бүтін денеңіз пақырап тұрады ғой, мен сізге былай айтайын. Соған мына 85-ке 3 құты беріп жатқан мына белок талқаным, қараңыздар. Хуаңдо бүтін көктаттардың құрамы осы белок. Соған әр уақытқа таңертең таңғасты ішеміз ғой сол кезде. 40-шыны бұрынғы бір келінді саморынның басына байлақ қойып білем, айланы байлап кеп чай ішіп, далаға барып кеп чай ішіп, қисайып, шынтаққа 2 жастықты басып алып, қара көпчік тастыға салып жататын заман қалды ғой әзір. Барлық адам мәдениетке ой балалардың жұмысы бар дейді. Таңертең мұндайлар іше саласыз. Балаларымыз кейде таңертең асығып таңғасты ішпейлем. Ой, апыл-ғұпыл мектепке жай қалдым деген бірдеме бар бұларда. Ол жай қалған күні біз бүтін семьяға күн жоқ. Оның көз жасы деген тура жете таңда оятатындай. Соған мынадан ішіңіздер. Балаларға да әзіргі уақыттан бастап балаңызға осыны mesela таңертең заусан уағында берсеңіздер, mesela бір стаканға қайнақ суды құйып білем. Араластырып жылыман стаканға. Оны енді қайнақ суды құйып етсең, ол аузым күй қалды, суымады деп, мені боқтап әлгі жерде. Мазан алғанша жылыманырақ қайнақ суды. Қайнақ суға құйып бит-бит бағаннан кейін сәл жылыманырақ қып берсеңіздер, бала да түске шейін қарны ашпайды, азықтығы толықтанады. Осы бала кезінен бастап белогы толықтанғаннан кейін бара-бара балаңызда орынсыз семіру, анау-мынау диканлы төмендік болмайды. Денсаулығы да жақсы етіледі, белогы толықтанады, чаштер бәр жер пақырап, бет терісі деген пақырап әжімде түспейтін болады. Соған мына нәрселер тұтыныңыздар. Әдетте әлгі арықтайтын адамға сүт, тұқым, ет же деп айтамыз ғой. Ет болғанда сиырдың еті, мына басқа еттер жегенге арықтаса біздің халқымыздың бәрі 45 кг болатын еді. Соған сиырдың еті арықтатады. Дүниежүзілік арықтатудың ең атақтысы сиырдың еті. Оның сүт, белок, тұқым, еттің құрамында жоғары калориялық белок сақталған. Сондықтан мына белокты ішуді ұмытпаңыздар. Одан кейін және бір атақты нәрсем гайтешин белок. Бұны енді қаназ, денсаулық әлсіз. Осы пө десеңіз ұшатында болып денсаулықтан грамм болып жоқ болып жүрген, қуат әлсіз, терлеп жүрген. Енді ондай болмасаңыздар норма меліштем де болады. Осындай керемет. Бұл гайтешініңізді, белогыңызды қосып толықтайды. Әлгі балалардың гайын сатып жатырмын ғой, 65-ке 3 құты. Нақ осымен мынаның шыңсын негіз оқша қылады. Бірақ мына қол әлді жеуге. Мынаған қайнақ су болу керек, стакан болу керек. Анан жаншығыңызға салып, мына дайыды өстіп осыншалық түсіндірдім міне, 55-тен қимыл қып бердім халқым. Бұдан артық